Армысыз әлеумет, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы, сіздермен мен Ботагөз Әбдjelil. Бүгін біз жаңадан құрылған әкімшілік соттардың қызметімен танысатын боламыз және жалпы сот жүйесінің 30 жылдағы жетістігі туралы әңгімелейміз. Бүгін бізде студиямызда қонақта Шымкент қалалық әкімшілік сотының судьясы Айгүл Дербісова ханым келіп отыр. Саламатсыз ба? Енді судья деген үлкен лауазым, сот жүйесі өз алдына бөлек құрылым, оны барлығымыз білеміз. Осы сот жүйесі 30 жылда бір елеулі өзгерістерге ұшырады. Сол туралы айтып берсеңіз, жалпы сот жүйесі десе барлығы жаңағы судьяларды көз алдына елестетеді, бірақ сотта тек қана судьялар емес, сот қызметкерлері, сот приставтары және көптеген басқа да қызметкерлер бар. Барлығы заңның үстемдігін қамтамасыз етуге жұмыс істейді. Сол 30 жылдағы соттағы ең негізгі өзгерістерді атап өтсеңіз. Енді 30 жылда мемлекетіміз тәуелсіздігін алғалы бері көп өзгерістер сот жүйесінде де болып жатыр. Ол кеңінен таратылып жатыр. Бақ негізінде ең бірінші не алғанымыз 1995 жылы Конституция қабылданғаннан кейін сот жүйесі Әділет министрлігінен бөлініп шықты. Содан бастап көптеген өзгерістер сот жүйесінде болып жатыр. Бұның атап өтетін болсақ, осы 2001 жылы мамандандырылған экономикалық соттар құрылды. Содан бастап мамандандырылған соттар құрыла бастады. Бұрын атайтын болсақ, тек қана азаматтық істер мен қылмыстық істерді қарайтын соттар болып бөлінетін. Енді қазір қарап отырсақ, мамандандырылған соттар бар. Бұл жаңа атап өткендей мамандандырылған экономикалық соттар, одан кейін бар мамандандырылған кәмелетке толмағандардың ісін қарайтын соттар, тергеу соты ашылды, қылмыстық істерді қарайтын соттар ашылды. Сонымен қатар бәрімізге белгілі, мына 2021 жылы мамандандырылған әкімшілік соты жұмысқа кірісті. Бұл ең соңғы құрылған мамандандырылған сот болды, иә? Өзі елбасымыздың жарлығын жолдауында, Қазақстан жолы 2050 жолдауында бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ деген Қазақстан халқына жолдауы бар. Сонда ерекше атап өткені бұл соттар қарапайым, ашық және де түскен істерді тез арада шешуге бағытталу керек деп көрсеткен етін. Сол бойынша сот жүйесінде үлкен жетістіктер болып жатыр, үлкен өзгерістер болып жатыр, оны жаңа атап өтіп жатырмыз. Солардың бірнесі соттардың тәуелсіздігі, судьялардың мәртебесі ерекше айқындалып отыр. Сол өзгерістер бойынша 2015 жылы азаматтық процестік кодекс қабылданды, жаңадан қылмыстық кодекс, қылмыстық процессуалдық кодекс қабылданып отыр. Мынау әкімшілік рәсімдік процестік кодексі қабылданып отыр. Сонымен қатар тағы да атап өтетін жағдай, бұл жетістіктердің бірі сот жүйесінде 100% цифрландырылып келді. Және де жаңа технологиялар қолданылып жатыр. Бұл дегеніміз қазір тараптар сотқа келіп әуре болмай, өздерінің үйлерінде болмаса, өздерінің жұмыс орнында отырып, егерден дау туындаған жағдайда сотқа келмей-ақ электронды түрде талап арыздар сотқа беруге мүмкіндігі пайда болды. Сонымен қатар, мынау қазір пандемия дейміз, сол кезде де олар тараптардың сотқа келіп, әуре болып, қатысып, болмаса қиындықтар туындатпау үшін қазір істі сотқа келмей-ақ скайп арқылы қаралып жатқан жағдайлары бар. Тағы бір жетістік дейтініміз, бұл сот жүйесі 5 сатылы соттан 3 сатылы сотқа өтіп отыр. Енді қазір тағы бір жаңа элементтер, бұл татуласу рәсімдерін кеңінен қолданып отыр. Қоғамдағы даукесілікті төмендету, солай емес па? Бұл жоғарғы соттың судьясы, жоғарғы соттың төрағасы Жақып Қажыманұлы
Асановтың бастамасымен 2019 жылдары қолға алынған сот жүйесінің, сот төрелігінің 7 түйіні бағдарламасының аясындағы жоба, мен білетін. Соның ең басты мәселесі осы істерді медиация тәртібімен келісімге, тараптарды бітімгершілікке келтіріп, сотта шешім қабылдамай шешу жөнінде басты мақсат ретінде қойып отыр. Енді осы одан бөлек жаңағы соттарда 2015 жылы жаңа заңдар енгізілді, соған байланысты өзгерістер енгенін айттыңыз. Ал жаңағы 2021 жылы әкімшілік сот дәл биыл осы шілдеде еліміздің барлық өңірінде жаңадан әкімшілік соттар қызметіне кірісті. Бұл ең соңғы мамандандырылған соттар болды. Тарих. Бұл соттардың ерекшелігін атап өтсеңіз, басқа соттардан. Жалпы әкімшілік биылғы жыл жоғарғы соттың бастамасымен әкімшілік әділет және болжалды сот төрелігі деп аталады. Осы әкімшілік әділет дегеніміз не екен? Соны түсіндіріп өтсеңіз. Енді Конституция сәйкес Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бастап азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына соны қорғауға, әділ сот жүйесін қалыптастыруға көптеген реформалар қабылдап жатыр. Соның бір реформаның біреуі осы әділет юстициясын құруға, әкімшілік юстиция, әкімшілік әділет құруға. Бұл дегеніміз әкімшілік әділет деп нені айтамыз? Бұл азаматтардың, заңды тұлғалардың, билік органдарының, лауазымды тұлғалардың шешімдерімен, іс-әрекеттерімен келіспеген жағдайда азаматтар өздерінің осы келіспеушіліктен туындайтын даулар болған жағдайда бұл жария құқықтық қатынастардан туындағандықтан жаңадан әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексі қабылданды. Жаңа осы айтып өткендей әкімшілік соттары құрылды. Бұл дегеніміз жария құқықтық саладағы заңдылықты нығайтуға бағытталған әрекеттердің бірі. Яғни таразының бір жағында мемлекеттік орган, екінші жағында жеке немесе заңды тұлға тұрады. Екеуінің арасындағы тайталас әкімшілік сотта қаралады. Солай ғой? Әкімшілік сотта қаралады. Әкімшілік әділет дегенім жалпы осы. Ал бұл мысалы осыға дейін мемлекеттік органмен кез келген дау мемлекеттік органның жағына шешілетін біліп жатамыз. Осы әкімшілік сот осы мәселені түбегейлі шешіп жатыр ма? Қалай болып жатыр? Бұның жаңағы жүйесі қандай? Нақтырақ түсіндіріп өтсеңіз. Әкімшілік кодекске тоқталатын болсақ, енді әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекс. Бұл 2021 жылы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді. Осы бұл кодекс 4 бөлімнен 29 тараудан 175 баптан тұрады. Бұның бір жағында әкімшілік рәсімдер болса, екінші жағынан бұл әкімшілік сот ісін жүргізу екіге бөлініп тұр. Бұл даулар әкімшілік даулар деп бұрынғы аталып өткенде азаматтық даулардан айырмашылығы бар. Бұл біріншіден талап арызды беру мәні ерекше болып тұр. Біріншіден айтатын болсақ, дау айту туралы талап арыздар берілуге жатады. Мәжбүрлеу туралы талап арыздар, әрекет жасау туралы талап арыздар, және де тану туралы талап арыздар берумен қаралынады. Талап арыздың өзінің ерекшелігі дедіңіз. Мысалы, кез келген азамат сотқа барып, жаңағы арызын жазған кезде бір ерекше талаптары болады өзінің. Жаңағы өтініш, талап арызды жазудың. Ал жаңағы әкімшілік сотқа барған кезде бір соттағы талап арызға бір талап қойыла ма, мынандай болып жазылу керек деген сияқты. Осы бақ беттерінде талай айтып жатыр ғой, әкімшілік сот құрылмас бұрын кез келген адам әкімшілік сотқа шағымданарда жаңағы ойын, шағымын еркін түрде жазып,
өткізсе, ары қарай судьялар қабылдап, жаңағы сот процесі барысында, сот ісін қарау барысында соны жаңағы жетіспеген жерлерін түгендеуге көмектеседі деген сияқты. Соттың белсенді рөлі деп түсіндіріп жатты. Дәл осы жерін түсіндіріп өтіңізші. Мысалы, көбісі жаңағы заң жүзін, заңды біле бермейді. Адамдар заңды біле бермейді. Оны талап арызды жазар кезде бір қандай да талап қойыла ма, сол жағын? Енді қандай да бір талап қойылады, бұл жаңа айтып отырғандай дау айту, мәжбүрлеу, бұның бәрі өз талаптары бар. Алайда егерден азаматтар келіп, біз білмейміз қалай жазуды деп өзінің талаптарын қалай өздеріне белгілі жағдайда жазып кететін болғанда да, біз оны қайтармаймыз. Оларды шақырып, түсіндіріп, және де қалай жазу керек екеніне көмектесіп көрсетеміз. Және де ол сол өздерінің талап арызын заңға сәйкестендіру үшін мерзім белгіленеді. Сол мерзімде талап қоюшылар сол әрекеттерін жөндеуге тырысады. Және де қайтадан өткізіп жатқан жағдайлары бар. Болмаса нақтылап жатқан жағдайлары бар. Осы жағдайларда, яғни азаматтардың мүдделерін қорғау үшін барлық жағдайлар жасалынған. Бірақ енді дәл қазір сіздерге түсіп жатқан әкімшілік сот осы 1 шілдеден бастап қызметіне кірісті. Қанша азамат осы өз бетімен өткізіп жатыр, немесе адвокаттар арқылы? Көбінше адвокаттардың қызметіне жүгінуге бейім ғой халық. Адвокаттардың несімен, көмегімен көбірек келіп жатыр ма, әлде өз бетімен арыз жазып жатқандар көп пе? Қандай? Енді әртүрлі санаттағы істер бар. Мысалы айтатын болсақ, мемлекеттік сатып алудан туындайтын істер бойынша ол өте күрделі істер, онда көбіне адвокаттардың қатысуымен қаралынып жатады. Вообще, егер алып қарайтын болсақ, осы 5 айдың ішінде, енді 5 ай болды, 1 шілдеден бастап қабылданған, қолданысқа енгізілгеннен кейін, осы 5 айдың ішінде 788 әкімшілік іс келіп түскен. Осының ішінде егер қаралған істер болатын болса, оның 194 ісі бойынша шешім қабылданған екен. Ал 87 талап арыз оның ішінде қанағаттандырылған. Яғни 50% бұл талап арыздардың қанағаттандырылғаны туралы айтып өткіміз келіп отыр. Әкімшілік істеріне тек қана шешім қабылдаумен емес, және де медиациялық тәртіппен келісімдер бекітіп жатады. Бұл да 27 іс осындай келісімдермен аяқталған. Бұл да жетістік деп ойлаймын. Соттағы судьяның белсенді рөлі туралы айтып жатыр ғой. Жаңағы түсіндіру, қалай жазу керек екенін түсіндіру, басқа да мәселелер, ол соттың, судьяның белсенді рөлі деп аталады. Осы тағы қандай жайттарда көрініс табады? Қай жағында белсенділік танытады ол? Соттардың белсенді рөлі бұл осы әкімшілік процестік процессуалдық кодексінде жаңа термин болып саналады. Жаңа термин, бұны айтып отырғанымыз, егерден азаматтық істер бойынша соттардың, тараптардың берген талаптың шеңберінде қаралатын болса, бұл әкімшілік соттар тараптардың осы талап арыз бойынша жан-жақты түсіндіріп, олардың мүмкіндіктерін түсіндіріп, құқықтарын түсіндіріп, жауапкершілігін түсіндіреміз. Сонымен қатар, егерден тараптар өздері дәлелдемелерді аламайтын болса, оны түсіндіріп, сот өз бастамасымен, немесе тараптардың өтініші арқылы мемлекеттік органдардан осы дәлелдемелерді алуға ұйғарымдар шығарамыз. Сол ұйғарымдар орындалуға міндетті екенін түсіндіреміз. Сонымен қатар, ең басты не, бұл заңды тұстарына жататын құқықтық негіздемелер бойынша судья өзінің нақты құқықтық пікірін айтуға мүмкіндігі бар. Осындай судьялардың белсенді атқарған рөлі негізінде осы 5 айдың ішінде бізде 62 іс кері қайтарылған. Яғни тараптарға түсініктемелер жүргізіліп, оларға құқықтарын түсіндіргеннен кейін олар түсініп, өз талаптарын кері қайтарып алған жағдайларда кездеседі. Яғни судья іс басталғаннан кейін тараптарға жан-жақты түсіндіреді, қалай болатынын, қалай шешілуі мүмкін екен, ол жағында айтады. Бұға дейінгі
негізі бұл жаңашылдық деп айттыңыз ғой, бұға дейін судья алдына келген іс құжаттарымен танысып, соның шеңберінде ғана шешім қабылдайтын. Ал бұл шеңберден асып, жаңағы азаматтардың ісінің шешілуіне жағдай жасайтын болып тұр ғой. Белсенді қатысады. Бірақ талаптың шеңберінен шығуға сот мүмкіншілігі жоқ. Талаптың шеңберінде, бірақ жан-жақты қаралуға, жан-жақты дәлелдеме тапсыруға, дәлелдемені алуға әрекеттер жасайды. Мәселен дерлік, қазір Шымкентте не көп, жер мәселелері бойынша даулар көп. Оның көбісі сіздердің соттарға келіп түсіп жатады. Жаңағы кезінде дұрыс берілмеген, немесе заңсыз берілген жерлер алынып қойып, немесе шекарасы белгіленбеген жерлер. Осы мәселе жаңағы өзінің арызын бірінші әкімшілік сотқа бармай жатып, азамат бірінші әкімшіліктің өзіне бару керек, әкімшілік кодекс солай демей ма? Бірінші әкімшілік рәсімдік жағынан қарау керек. Ол үшін сол шешім қабылдаған органға, яғни мемлекеттік органға арыз беріп қарау керек. Олар өз шеңберінде осы арыздарды қарап, шешім қабылдағаннан кейін шешімді алғаннан кейін бір ай ішінде сотқа талап қоюмен жүгінуге мүмкіндігі бар. Дәл осы аралықта егер әкімдік өзінің шешімінің қате немесе дұрыс екендігін анықтап, жаңағы арыз берушімен жаңағы соттаспай мәселені шешу жағын қарастыру керек, Заң бойынша солай? Заң бойынша солай. Ал жаңағы жергілікті билік органдары дейміз ғой, немесе кез келген мемлекеттік орган осы заңның осы тұсын қаншалықты қолданып жатыр? Енді бүгінгі таңға олар бұл заңның осы несін көп қолданып жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені егерден олар қолданатын болса, медиациялық келісімге де келуге мүмкіндіктері бар. Алайда бүгінгі таңда мемлекеттік органдардың медиациялық келісімге келуге ыңғайы жоқ. Кез келген мемлекеттік орган өзінің азаматтарға берген жауаптарында өтінішке жауап дейді ғой. Сіз осы жауапқа қанағаттанбаған жағдайда жоғары тұрған органға немесе сотқа жүгінуіңізге болады дейді, хатты қайтарып жібереді. Негізі заң жүзінде олай емес, олар қайта сол мәселені шешіп беруге ыңғайлану керек қой. Барлығын шешіп, сотқа жеткізбей, дәукелестілікті туындатпай жағдай жасау керек. Бірақ олай емес. Бірақ шын мәнінде олай болмай тұр қазіргі кезде. Осы жер дауларына қатысты бізде 137 іс қаралынған екен. Осы 5 айдың ішінде ең көп санаттағы істердің біріне жатады. Сонымен қатар жер дауларынан басқа бізде сот орындаушылардың іс-әрекетіне, олардың әрекетсіздігіне көп істер келіп түсіп жатады. 197 талап арыз қойылған екен осы 5 айдың ішінде. Бұдан басқа да санаттағы істер бар. Бұл мемлекеттік сатып алудан туындайтын істер, азаматтарға арналған үкімет коммерциялық емес акционерлік қоғамының әрекеттеріне 94 арыз келіп түскен екен. Сонымен қатар еңбек даулары бар. Салық заңнамасы, кеден заңнамасын қолданудан туындайтын да даулар өте көп кездеседі. Мысалы, сіз айттыңыз, екінші орында сот орындаушыларының қызметіне байланысты дедік. Әрекетіне. Мысалы, қазір адамдарда басым бөлігінде кредиті бар, несиесі деп, соны өте алмай, сот орындаушысына өтеді, сот орындаушысы белгілі бір пайызын көбейтеді деген сияқты. Сол бойынша ма шағымдар қалай сот орындаушысына көбінше? Сот орындаушылардың әрекеті бұл сот шешімдерін орындаудан немесе ең басты несі сот шешімдерін орындаудан туындайды. Бұл дегеніміз олардың өз мерзімінде қаулы қабылдамай, болмаса қаулы қабылдап оны жолдамай жатқан жағдайлары кездеседі. Алимент берешегі бойынша да өте көп кездеседі. Алимент берешегін қазір ол да актуалды болып тұр ғой.
жұмыс көп жерде жұмыссыздықтар болып тұр. Сол жұмыс жасаған жағдайда жұмыс істейтін болса, борышкер, онда еңбек жалақысынан өндіріледі алимент берешегі. Ал егерден жұмыс істемейтін болса, онда ол Қазақстан Республикасы бойынша орташа жалақыдан өндіріледі. Бұл жерде сот орындаушылардың бір байқағанымыз, сот орындаушылардың жұмыс жасайды деген анықтама береді, алайда ол зейнетақы қорына зейнетақы жарнасы түскені түспегені туралы көп ретте анықтамалар алынбай қалады екен. Сондықтан да берешегі берген анықтамалар негізінде, яғни ол анықтамалардың нақты болғаны сот орындаушылармен зерттелмейді. Жаңағы зейнетақы қорына басқа сома түсіп жатады, ал мына жақта басқа соманың әңгімесі жүріп жатады деген сияқты ғой. Сондай жағдайлар кездеседі. Көбінше, мысалы осы сот орындаушылар мәселелері бойынша біршама істі дедіңіз ғой, соның қанша пайызы адамдардың, арыз берушілердің, жаңағы жеке тұлғалардың пайдасына шешілді сот орындаушының емес? Енді 50%-на жақсы шешіліп жатады. Көбінше нендей себеппен қайтарылады? Енді қайтару себептері әртүрлі. Айтып отырмыз, жаңағы соттардың белсенді рөлі біріншіден қайтарылып отырылады. Өзі арызды өздері кері қайтарып жатады. Сонымен қатар талап қою мерзімдері өтіп кеткен жағдайларда да кері қайтарылып жатады. Өйтіп айтатынымыз, осы талап қою мерзімі бар. Оны жаңа айтып отырмыз, 1 ай мерзім деп отырмыз. Осы сот орындаушылардың әрекетсіздігіне атап өтсек, 10 күннің ішінде, сол әрекеттер жасағаннан кейін 10 күннің ішінде даулану қажет. Осы мерзім өткізіп алады талап қоюшылар. Талап қоюшылар мерзімді өткізіп алған жағдайда сотқа талап тілек қою керек. Осы мерзімді қалпына келтіру туралы және дәлелді себептерін көрсетуі керек. Кей жағдайда сол дәлелді себептерін көрсете алмайды. Сондан кейін қалпына келтіру мәселесі сотпен қаралып, егер қалпына келтірілмеген жағдайда талап қою мерзімі, ол талап арыздар қайтарылып жатады. Енді статистикалық мәліметке келетін болсақ, 62 іс кейін кері қайтарылған. Сонымен қатар осы медиация келісім шартын қабылдаған уақытта ол да келісім шарты бекітілгеннен кейін кері қайтарылуға жатады. Енді медиация бұл білеміз. Егер адамдар бір-бірімен медиациялық келісімге келіп, мынау уақыт аралығында алиментті төлеп отырамыз, мынау уақытта біз ақшамызды бір-бірімізге беріп, баланы мына күннен мына күнге дейін әкесінде, мына күннен кейін шешесінде болады деген сияқты медиациялық келісімді айтып жатыр сол. Медиациялық келісімдер болатын болса, ол соттың қарауына жатпайды ғой. Келісімдер бекітіледі, сотпен бекітіледі, содан кейін кері қайтарылады. Енді бұл тәжірибеде ірі бизнес саласындағы даулардан бастап, бұл отбасылық, жаңа өзіңіз айтқандай отбасылық даулар, ажырасу, мүлікті жаңағыдай бөлу сияқты барлық жағдайда медиацияға келуге тараптардың мүмкіндігі бар. Сонымен қатар осы жаңада айтылып кеттік, бұл осы кодекстің ең бір жаңашылдығы мемлекеттік органдар медиациялық келісім шартпен, бітімгершілік келісім шартпен істі бітіруге мүмкіндігі бар. Сотқа бармай жатып келісімге келу керек па? Сот барысында да ма, или қалай бұл қай уақытта келісімге келіп үлгеру керек? Кез келген кезеңінде осындай медиациялық тәртіппен келісімге, болмаса бітімгершілік тәртіппен келісімге келуге мүмкіндігі бар. Бұл бірінші сатыдағы сот болсын, апелляциялық сатыдағы сот болсын, және де жоғарғы сотта да бұндай келісімге келуге мүмкіндіктері бар тараптардың. Осы жыл басынан бері, осы 5 айда қанша адам медиациялық келісімге келді сот барысында, сот процесі барысында? 27 іс бойынша медиациялық келісім шарттар түзілді. Соттың қатысуымен. Ал медиаторлардың қатысуымен немесе жаңағы адвокаттардың қатысуымен қанша болды? Енді ол адвокаттардың қатысуымен бұл партиципативтік келісім дейді. Оны бірақ бізде әлі жасалған жоқ. Өйткені мерзім енді сот басталып, енді ісін бастап отыр ғой, сондықтан әлі бұндай істер
бұндай келісімдер жасалған жоқ. Одан бөлек тағы қандай себептермен жалпы істер қайтарылып жатады? Мысалы, соттылығы дұрыс емес істер, оларда қайтарылуға жатады. Соттылығы дұрыс емес істер бар. Бұл соттылығы дұрыс емес, соттылығы дұрыс емес, тараптар қазір әлі толық әкімшілік соттың қандай салаға жататынын, қандай саладағы істерді қарау жөніндегі толық мәліметтерді білмеуінен байланысты шығар деп ойлаймын. Мысалы, өйткені азаматтық істерді де әкімшілік сотқа беріп жатады, немесе экономикалық сотқа берілетін дауларды да осы әкімшілік сотқа беріп жатады. Сондықтан біз осы соттың қарауына жатпайтын болғандықтан біз соттылығына қайтарамыз. Ол бойынша сонда кез келген мемлекеттік орган мен жаңағы арасындағы дау ол әкімшілік сотқа жатпайды ғой. Мысалы, экономикалық сотта да адамдар, жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар жаңа мемлекеттік органдармен кейбір дауларды қарайды, ал осы ара жігін қалай жатады? Мысалы, бір-екі мысалды айтып өтсеңіз. Жария құқықтық қатынастардан туындайтын істерді әкімшілік соттарға қарайды. Ал егерден заңды тұлғалардың арасындағы келісім шарттардан туындайтын істер болатын болса, корпоративтік істерді, бұларды экономикалық соттарда қаралуға жатады. Басты айырмашылық осындай. Заңды тұлғалар және де жеке кәсіпкерлер арасында, болмаса шаруа қожалықтарының арасында туындайтын даулар. Осы әкімшілік кодексінің тағы бір ерекшелігі судьяларға мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқық берілген, бұл да басқа кодекстерден бір айырмашылық жері. Сот актісі кез келген Қазақстан Республикасының атынан заң шығарушы судья, тек қана судья, соттың кез келген актісі бүкіл Қазақстан аумағында қолданылуға жатады. Бірақ осы жаңағы мәжбүрлеу шарасы ол бөлек нәрсе. Сол туралы айтып өтсеңіз. Мәжбүрлеу шарасы енді осы ерекшелігі, бұл әкімшілік процестік процессуалдық кодекстің ерекшелігі болып саналады. Ол ақшалай өндіріп алу жеке тұлғаларға, азаматтарға, лауазымды адамдарға және де заңды тұлғалардың өкілдеріне қойыла алады. Бұл 10 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін. Қандай жағдайда әкімшілік ақшалай өндіріп алу қолданылады? Бұл егерден сот отырысы кезінде процестік өзінің құқықтарын теріс пайдаланған жағдайда, сот отырысына келмеген жағдайда, белгісіз себептермен келмеген жағдайда, соттың сұрауына жауап бермеген жағдайда, сот ұйғарымдарын сұрау туралы ұйғарымдар шығарады, сол ұйғарымдар орындалмаған жағдайда, немесе сотта өзінің теріс қылықтарын көрсететін болса, немесе тағы да қандай нелер, бұл әрекетсіздіктің, осындай сотқа келмей әрекетсіздіктер жасап, оның соттың істі қарауын созбалаңдыққа салған жағдайларда осындай ақшалай өндіріп алу қолдануға жатады. Бұл енді әрине соттың ұйғарымымен жасалынады. Осы мезгіл ішінде, 5 айдың ішінде 12 іс бойынша осындай ақшалай өндіріп алу қолданылады. Бір-екеуін мысалға келтіріңізші. Енді айтпай қойып, бізде мемлекеттік кірістер басқармасына берілді. 2 іс бойынша олар өз кезегінде тиісті ақпаратты бермеген ғой, талаптарын орындамаған. Сондықтан осы енді ең айқын 2 іс бойынша болды. Түсінікті. Осы істер қаралып жатқанда 5 ай өтті. Осы қанша іс апелляцияда қайта қаралып, өзгертілді, немесе шешімін жаңа бұзылды, толық жойылды? Енді айтып отырмыз ғой, 788 іс келіп түсті. Осы кезеңде соның 75 іс бойынша апелляциялық шағым түскен. Оның ішінде 7 шешім бұзылды, 3 шешім өзгертілді. Енді айтпаймыз, біздің сот, әкімшілік соты тек қана соңғы орган емес, бұдан кейін де апелляциялық саты бар, одан кейін кассациялық саты бар, жоғары сотқа дейін шағым әділдік іздеген адам соға дейін жете алады. Бірінші сатыдағы соттан кеткен кемшіліктер болатын болса, онда апелляциялық сатыда бұл кемшіліктер қайта орнына қойылып жатады. Мысалы, сіздердің қандай істеріңіз жойылды түбегейлі?
қандай бағыттағы істер? 7 істедіңіз, 7 іс. Бұл аз емес. Аз емес. Енді аз емес. Ал барлық неге қарағанда 788 түскен, оның 7-еуі деген енді барлық істе деген деп айта алмаймыз. Қандай санаттағы істер? Жер даулары бойынша істер бұзылды. Одан кейін барып, сот орындаушылардың әрекетсіздігі істері бұзылды. Мемлекеттік сатып алу заңнамасын қолданудағы кеткен кемшіліктер бойынша да істер бұзылды. Түсінікті. Ал кассацияға жеткен, жоғары сотқа жеткен істер бар ма? Әзір жоқ. Әзір мерзімдері жеткен жоқ, иә? Осы көптеген мысалдар келтірдіңіз. Бүгін келгеніңізге үлкен рахмет. Негізі әкімшілік әділет туралы сағаттап айтса да аз болады, өйткені кодекс жаңа, оның талаптары өте көп, баптары да көп. Жалпы әкімшілік әділет дегеніміз, әкімшілік сот дегеніміз бұрынғы жолдағы автокөлік қозғалысы, жолдағы авариялар деп жатамыз, ондай істер емес. Ол әкімшілік құқық бұзушылықтар соты болып жаңадан өзгеріп, жаңадан атау өзгеріп, жаңадан өз алдына сот. Ал әкімшілік сот, жаңағы айтып өткеніміздей, жеке қатынастардан туындайтын дауларды шешеді. Әрине, жаңа айтып отырдық қой, басқа соттарға қаралуға жататын істер келіп түседі. Соның ішінде жаңа өзіңіз айтып отырған әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша енді шатастырып бізге осы әкімшілік сотына түсіп жатады. Ондай да жағдай болып жатады. Келгеніңізге көп рахмет. Келесі эфирде кездескенше сау саламатта болайық. Рахмет.